Қайырлы күн ұстаздар, бүгін біз classtools.net сайтындағы Vortex ойынымен танысатын боламыз. Бұл Vortex ойыны бізге үй тапсырмасын сұрайтын кезде, одан кейін барып өткенді қайталау, сабақты пысықтау, жаңа сабақтан кейін өткеннен кейінгі сол сабақтарды пысықтауға жасауға болады, немесе сергіту сәтіне қойсаңыздар болады бұл ойындарды. Бұл ойын қазіргі уақытта көп қолданылмайды, бірақ егер сабағыңызды қызықты өткіземін десеңіздер, жаңағы басқа бір әлемдегідей сабағыңызды өткіземін десеңіз, онда осы ойынды қолдансаңыз болады. Бұл ойында 4 бөлім бойынша, мысалы менде қазір компьютер түрлері, антивирустар, машина маркасы және тағы брендтері деген 4 бөлімді алдым. И 4 бөлімге қатысты ортадан сөздер шығады. Сол сөздер қай бөлімге сәйкес келеді, соған алып барамыз мышканың сол жақ батырмасы арқылы. Мысалға, as it not, бұл компьютер түрлеріне апарсаңыз, бұл бармайды, қайттан орнына келеді. Бұл антивирустарға жатады. Оны апарсаңыз, автоматты түрде соған кіріп кетеді. Тура солай мына question 16 деп тұр, 16 сұрақ айналып келе береді. Бұны өзіңіз қалауыңызша көбейтсеңіз болады, азайтсаңыз болады. Және осыны қалай жасаймыз дейтін болсаңыз, ол үшін classtools.net сайтына өтеміз. Бұл жерде тегін жаңағы жасайтын ойындар бар, мысалы random name picker деген сияқты. Бұл жерде өзіңіз қолдан оқушылардың аттарын жазып алып, одан кейін барып рандомайзер арқылы жаңағы сабақта әр оқушының, аты аталған оқушының шығарып сұрақтар қойсаңыз болады. Так, қазір. Және де бізге керекті мына The Vortex деген ойын. Төмен жаққа түссеңіз, бұл free деп тұр, яғни тегін ойын. Тегін ойындардың бірі. Так, осыған басамыз. Және де бұл Vortex ойыны ешқандай флешкаға жүктеп, флешкадан флешкаға жүктеп жүрмейсіз, тек қана ссылка беріледі сізге. Сол ссылка арқылы, тек интернет керек болады бұл ойынға, сол ссылка арқылы өтіп, ойыныңызды бастасаңыз болады. Бұл үшін біз play sample game емес, create new game дегенді басамыз. Енді game title деп тұр, осы жерге ойынның атауын жазамыз. Бұл тек информатика пән мұғалімдеріне емес, барлық пән мұғалімдеріне, барлық пәндерге кете береді. Game title дегенге ойынның атауын жазамыз. Яғни мысалға үй тапсырмасы. Үй тапсырмасын қайталау десеңіз болады, немесе сергіту сәті. Енді бірінші бөлімге жазамыз. Мысалға, зат есім десек, мысалға зат есім, қазақ тілі пән мұғалімдерге арнасы. Так, сын есім, сан есім, және есімдік, немесе етістік деп алайық. Етістік. Енді зат есімге қатысты сөздер. Мысалға, сұрақтарын шығарып қойсаңыз болады. Кім, не деген сияқты. Осы екеуі ортада бір жаңағындай карточка болып шығады. Екі карточка болып шығару үшін мына кімнен кейін Enter'ді басамыз. Міне осылай шығады. Кім, не деген сұрақтарға жауап береді. Заттың түсін, заттың атауын білдіреді. Мысалға, тағы бір зат
тексті жазсақ та болады, мысалға мектеп деген сияқты. Енді сын есімге мен қарапайым тек қана 4 сөзден алып жатырмын осыған қатысты. Өздеріңіз көбейтсеңіздер де болады ары қарай. Енді сын есімге келетін болсақ, сын есімге қандай, қай заттың сапасын білдіреді. Одан кейін барып сын есімге қатысты қызғылт деген сөз алайық. Өздеріңіз өзгертсеңіздер де болады, қызыл, жасыл деп. Енді сан есімге қанша, неше заттың санын білдіреді. Енді мен ондай қазақ тілі маман емеспін, бірақ есімде қалған сұрақтарды жазып жатырмын. Және де 7-ші деген сөзді қосайық. Етістікке не істеді? Одан кейін заттың іс, заттың қимылын білдіреді. Отырды, тұрды деген сөздерді аласыздар. Енді осыны жасау үшін біз бірінші превьюді көріп алсақ болады. Яғни превью дегеніміз біз обзорын, осы жасаған затымыз, осы жасаған ойынымыз қалай шығады деген сияқты превьюді көреміз. Енді стартты басамыз. Заттың қимылын білдіреді. Сан есімге бармайды, сын есімге бармайды. Етістік. Енді бұдан шығамыз да edit this quiz дегенді басамыз. Енді осыны сақтаймыз. Ол үшін осы жердегі біз пароль жазамыз. Кез келген бір пароль жазасаңыз болады. Өйткені бұның ссылкасын сіз өзіңізге сақтап аласыз. Мен кез келген бір пароль жаздым. Енді окейді басамын. Так, сохранить ете салайын. Бұл қатты қажет емес. Окейді басамыз. Окейді басқаннан кейін сіздің жаңағы жасаған ойыныңыз жасалынып шығады. Және де бұл жерде мына share this game дегенді бассаңыз болады. QR кодын шығарып алсаңыз болады. Қазір менде шықпай тұр QR коды. Немесе жаңағы мынау ссылкасын өзіңізге көшіріп алсаңыз болады. Немесе мына жақтағы жоғарыда тұрған осы ссылканы да копировать етіп WhatsApp-тан өзіңізге жіберсеңіз болады. Міне біздің жасаған ойынымыз осылай басталады. Міне 16 сұрақ. Және бұл 16 сұрақты көбейтсеңіз де болады. Және де бұл ойын жас ерекшеліктеріне байланысты 2-ші сыныптан бастап 9-ші сыныпқа дейін сәйкес келеді. Қанша деген сұрақ сын есімге жатпайды, сан есімге жатпайды. Тура осылай басқа сұрақтарды оқушылар табады. Ал енді басқа да платформалар қажет болатын болса, онда комментарийға жазып кетіңіздер. Басқа платформаларды бірге талдайтын боламыз.